Қытай гуманоид робот сатып жатыр. Армысыз? Сізбен бірге жақсы канал. Болашақ бүгіннен басталады. Қытай астанасындағы Бейжің робот молы осы сөздерді өз жұмысына негіз ретінде алған сыңайлы. Неге десек, мұнда бұл супермаркет дене бітімі былай тұрсын, тіпті кескін келбеті адамнан аумайтын роботтарды сатып жатыр. Бұл гуманоид роботтар адам жасайтын қимыл қозғалыстарды ешбір қиындықсыз қайталап береді. Ал үстіне киім киіп тұрған роботты адамнан ажырату қиын. Сондай-ақ бұл сауда орнында күнделікті өмірде қажетті аспаз, дәріханада дәрі-дәрмек алуға көмектесетін, түрлі бағытта оқыту курстарын жүргізетін гуманоид емес құлтемірлер де бар. Роботтардың қызмет көрсету бағыттары спорт, жұмыс, үй шаруасы және тіпті ойын-сауық саласын қамтиды. Жақсы каналға подписка жасап, лайк басуды ұмытпаңыз. Сізді алда мұнан да қызық ақпарат күтуде.